Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз аудит пәні бойынша жаңа тақырып өтеміз. Жаңа сабақтың тақырыбы кассаны белгіленген тәртіпке сай тексеру деп аталынады. Жалпы ақшалы және кассалық банктік операцияларды жүргізу заңнамалық, жалпы мемлекеттік, ведомстволық және басқа да нормативті актілермен жеткілікті түрде қатаң реттелген. Сондықтан төлеу циклі функционалды аудитін өткізуге дайындық кезінде қабылданған заңдардың, стандарттардың, бухгалтерлік есептің, аудиттің, ақша тасуын, қолданылуын, қаржылық бақылаудың нормалары мен ұйымдастыру ережелерінің талаптарын мұқият оқып білу қажет. Аудитор кәсіпорынның төлеу мен қозғалыс циклін есептеу мен бақылау жүргізудің сапалы жақтары туралы анық тұжырымдамаларын қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты проблемалық сипаттағы көптеген заңдылық, ұйымдастырушылық, әдіснамалық, қаржылық, есептік, экономикалық мәселелерді шешудің баламалы мүмкіндіктерін қарастырған жөн. Кассаны тексеру мүмкін болғанда немесе бірнеше касса болғанда олардың барлығын аудитор мөрлеп жабады. Кілт кассирде қалады, ал мөр аудиторда болады. Бұл бір кассадағы ақшаның жетіспеушілігін басқа кассадағы бар ақша есебінен орнын жабу мүмкіндігін болдырмау мақсатымен жасалады. Кассир түгендеу комиссиясының қатысуымен соңғы күндегі кассалық операциялар жөнінде есеп жасайды. Кассалық кітап бойынша ақша қалдығын шығарады. Барлық кірістік және шығыстық құжаттар касса есебіне кіргізіледі. Кассаны түгендеу сәтінде кіріске алынбаған және есептен шықпаған ақшалай қаражат жоқ екендігі жайлы қолхат беріледі. Бұл қолхат кассаны түгендеу актісі түрінің тақырыптық бөлігіне кіреді. Касса есебіне бас бухгалтер қол қояды және тиісті шоттар бухгалтерлік регистрде ақша қозғалысы туралы операцияларды көрсету үшін бухгалтерияға беріледі. Кассадағы бар ақшаны жекелеген түрде немесе банктік орауда тұрғанын қарамастан түгел қайта санау жүргізіледі. Мұндай міндетті процедура кассада сақталынатын пошта маркілері, мемлекеттік баж маркілері, векселдік маркілер, жолақы билеттер, төленген авиабилеттер, төленген барлық демалыс үйлері, санаторийлер, сонымен қатар жолдамалар, ақшалай құндылықтар мен басқа да құндылықтар бойынша жүргізіледі. Ақша қаражаты аудитінде мыналарды тексеру керек. Бұл құжаттар іс жүзінде бар екендігін, билеттер мен жолдамалар кімдерге арналған және қандай қаражат есебі дұрыстығын тексеру қажет. Олардың есебі ақша қаражаттары қозғалысы жөніндегі кітапта жазылуы тиіс. Ақша қаражаттарының түсуі мен есептеп шығарылуы кассалық кірістік және шығыстық кассалық құжаттармен рәсімделуі тиіс. Түгендеу жүргізу кезеңінде кассада ішінара төленген тізімдемелер болуы мүмкін. Аудитор бас бухгалтер мен кассирде оларды белгіленген тәртіп бойынша жабуды, оларға кірістік ордер рәсімделуі және кассир оны есепке енгізуді ұсынуға тиіс. Егер кассаны тексеру еңбекақы беру кезеңімен тұспа-тұс келсе, тізімдеме бойынша көптеген адамдарға әлі төленбесе, бұл тізімдемелер кассир есебіне кірмеуі мүмкін. Кассалық есепке енбеген ішінара төленген шығыстық құжаттар ретінде актіге жазылады. Тиісті тәртіппен ресімделген кассалық шығыс ордері мен ведомстволары сондай-ақ әртүрлі адамдардың қолхаттары ақтаушы құжаттар ретінде есепке алынбайды және кассадағы бар қалдыққа кіргізілмейді. Мұндай құжаттар табылғанда аудитор кассаны тексеру актісіне ақша кімнің өкімімен қашан, қандай мақсаттарға және қандай сомада берілгенін көрсету мен бұл бұрмалауды атап өтеді. Ақша мен құндылықтарды санау аяқталған соң, алынған сома бухгалтерлік есепте жазылып қойылған қалдық жайлы мәліметтермен салыстырылады. Енді балалар, сіздерге жалпы біз үйге тапсырмалар береміз. Бұнда яғни экономикалық сұрақтар, бірнеше айналымдардан тұратын, баланстың оң жақ белгілері қандай, мысалы сондай сұрақтар қойылады. Нарада сіздер өздеріңіз жұмыс жасай бересіздер. Ипподром деген ойында жалпы бұнда әрбір жаңағы жұлдызшаны ашқан кезде сіздерге жаңағы аудит пәні бойынша сұрақтар беріледі. Ол сұрақтарды сіздер ағылшынша, орысша және қазақша жауап берулеріңіз қажет. Бұл сіздерге үй тапсырмасы болып табылады. Назарларыңызға рахмет.